Шолпан? Кішкентай бір түймедей заттан заттар шығарып отырасыздар да ортаға келгенде осындай бір белгісіз әңгімелер айтып отырасыздар. Өздеріңіз шаршаған жоқсыздар ма? Жоқ, былай ғой аяулым, енді бұл реальный шоу болғаннан кейін, то есть проект болғаннан кейін бұл жерде таныстық басталады. Всегда жақсы бола бермейді адамдардың ара қатынасы да. Сондықтан проблемаларды осы жерде екеуі ара шеше алмай жатқаннан кейін бізден де олар бірдеңе отдача күтеді мүмкін, балауса ханым қосады деген сияқты ғой. Содан кейін проблеманы ортаға шығарған дұрыс. Бірақ та қазіргі шығып тұрған проблема негізі бір болмашы болып көрініп тұрғанмен, шынымен де Ақеркенің ішінде бір тыңдалмай қалған әңгімелердің көптігі ма деп шынымен солай ойлап тұрдық та негізі. Просто болмашы нәрсеге қыздар иногда осылай сылтауратып жарылып кетеміз ғой. Может, Нұржан сен тыңдай алмай ой деп жатсың ғой. Мүмкін осындай реакциялардан кейін Ақерке шынымен де до конца жеткізе алмай қала беретін шығар. Сосын кім мяу жаңағы Ақерке мяу болып қалады, сүйкімсіз кім Ақерке сүйкімсіз. Сен просто шынымен де бір үндеме да қызды до конца тыңдашы, бұл не айтады екен, 2 сағат сөйлеме, 2 сағат сөйлесін. Тыңдау керек сияқты просто Ақеркені болды. Жоқ, Аруна, енді екеуі я болмашы әңгіме деп жатсыз ғой, болмашы әңгіме емес деп жатсыз ғой, бірақ та андай ғой, Аруна, біз де бұл кісілерден енді бір күшті дүниелер күтіп отырамыз, бір қазір ауқымды әңгіме айтатын шығар, енді үйленуге жақын қалды ғой, сондықтан да бір тойдың мәселесін айтатын шығар деген сияқты. Бірақ та бір кішкентай балалар ұқсап, кішкентай баланың тірлігін айтады да, білмеймін, бір андай мезі қылдырып жібереді расымен де. Қара аяулым, енді біз мына жерде жай ғана таныстықта емеспіз, біз жұптықтамыз. Мен ана жыл айттым ғой, мамамен де енді сөйлесіп қалғаны бар. Мен оны болашағында көргендіктен бұл сен үшін болмашы нәрсе мүмкін, бірақ біздің ара қатынасымызда ол жиналып кәдімгідей мәселе болып жатыр. Сен түсінесің, мен түсінемін, я Нұржан сені, мүмкін ол сен үшін именно болмашы нәрсе шығар, бірақ сонда мен іштей тынылып жүре беремін ба солай? Сосын мен ортаға шығамын, получается біз ұрысып қаламыз, мен жылаймын, себебі мен соңына дейін шынымен де сен мені тыңдамадың. Мен сосын мына жерде халыққа шынымен де сүйкімсіз боламын. Біз ол нәрсені қалай шешеміз? Осы күнге де мысалы солай болып келді. Сен Нұржан тек қана жақсы бала, халық сені жақсы көреді, сен әзілдейсің, бүкіл әзілге айналдырасың. Мен онда не істейін? Барып мысалы құрбыларыма айтайын десең, одан кейін мен олардың алдында сенің абыройың түсетінін қаламаймын. Не істеймін мен осындай жағдайда? Тыңдамайсың деп неге тыңдамайсың дей бересің, түсінбеймін сен. Сен әңгіме айтып жатсаң қолым сілтеп кетіп қалдың ба мен? Қашан? Сенікі дұрыс. Балауса ханым, мына жерде мен Нұрсұлтан сөзімен толықтай қосып кетемін. Жаңа Ақерке айтып отыр ғой, менің күнім саған қарап қойған жоқ деген сияқты қылып. Мен айтқым келеді, Нұржанға да негізі талай қыздар табылады Ақерке сенсіз де. Одан кейін жаңа сен айтып жатсың, манағы мәселеге тоқталып кетейік. Енді жігіттердің мына жерде саған жабылғанда сен Нұрдәулет болсын, Жанболат болсын, мені қорғаған жоқ деп сыртта сен бірақ Нұржанды білмейсің. Кеше эфирден кейін Нұржан екеуміз сөйлескеніміз бар. Ол кәдімгідей сен үшін жаны ашып кәдімгідей шырылдаған жігіттердің бірі. Саған мүмкін сыртта айтпайтын шығар ол нәрсенің бәрін. Еркек ретінде ол біздермен ол нәрсемен сөйлеседі. Сол үшін сен оған өйтіп ашуланудың миын ашытып Нұржан қажеті жоқ сияқты мүлдем. Енді қара Тимур, сен ол нәрсені білесің, мен үшін уайымдағанын, айтқанын деген сияқты. Ол нәрсені енді мен сезу керекпін ғой, негізінде сендер емес. Мен ол поддержканы сезу керекпін ғой. Сонда қалай мен ер азаматым жанында бар, бірақ ол жоқ сияқты, себебі сендерге айтып алды, мен ол үшін переживать еттім деп. Маған келіп сонда айта алмайды ма ол нәрсе? Қазір ортада отырып, жоқ негізі түсінемін, пікір шығар, бірақ неге сендер мен қызымды жылаттыңдар деп неге ол нәрсені айтпайды? Нұржан ол айтып отыр, мен шынды қай жақта мен сені қабылдай алмаймын, сенің мінезің жаман, сен менің ата-анама ұнамайсың десең, хорошо, мен ол нәрсені қабылдаймын, бұйырғаны болар деген сияқты. Менде ешқашан болмаған, енді мен не істеймін деген сияқты. Мен қаламаймын менің бүкіл өмірім бір адамға қарап қалғаным. Мен просто тек қана қалағаным, бағанадан бері сен айтып жатсың да, біздің мәселені не үшін мен қазір ашуланып жатырмын? Себебі ол кішкентай мәселе шешілмегендіктен, сен мені тыңдай алмағандықтан, ол қазір менің ішіне кәдімгідей бір реніш ретінде шығып жатыр да. Бағанада мысалға көп нәрсені, серьезный нәрселерді сен күлкіге айналдырып жатсың. Сонда саған осы жерде шығып, сүйкімсіз болмау үшін тек қана тәтті әңгіме айту керекпіз, сен әзілдеріңді айту керексің, халық күлу керек болды ма? Менің сонда ішінде болып жатқан жағдайларым ше? Ішінде болып жатқан Инстаграмда айтып жатсың ғой, итальянша салып ше, мен түсінбей жатырмын, балаусаған мен не істеймін? Мен шындықты айтып, менің бұның бәрін Ақерке әшейін эмоцияның үстінде айтып отыр деп қабылдайын, иә? Бірақ көп нәрсе айтып жатыр да. Сен эмоцияның үстінде айтып жатсың, бірақ артық нәрселер айтпа. Ақерке, арамызда бұл ертең әңгіме болады тағы да. Білмеймін енді, тура шындықты деп айтқаным үшін енді кішкене эмоция шығып кетіп жатыр ғой. Эмоция деп қабылдап отырмын сен айтып жатқанның бәрін. Сен білемін, екеуміз біріміз қайтып жақсы көретінімізді, бірақ артық әңгіме айтпашы. Қара, егер де сен мені тыңдамасаң, конечно мен оны Инстаграмға саламын. Сен мені тыңдай алмасаң. Не деді енді Инстаграмдағылар енді қолдау көрсетіп жатыр? Олар сенен де лучше поддержка береді. Айттым, біз морально шаршаймыз, соны шығару үшін бір физически демалу керек сияқты бізге деп кеше подушкасымен демалып кетті тауға. Сондай кездесулер сен ұйымдастырмайсың. Сол нәрселерді айта алмай жатыр бұл қыздар. Шолпан, басыңыз. Эмоциональный адамсың ғой, сен жамп кете бересің да. Бұл жерде шындық емес. Просто Жанболат пікіріңді айтсаң айт, сойып айт, бірақтан да менің қызыма қарай олай қатты даусыңды көтерме. Мен жаздым Жанболатқа. Мен жаздым Инстаграм желісіне, ответ қайтармады. Кел бүгін сөйлесеміз десем, жоқ. Неге қатысушылардың бәрі де білетін шығар, сен болмайтын нәрсені шығарасың ғой. Біз соны айтып жатырмыз, болмайтын нәрсені көңіл қалу деген нәрсе болады сонда. Жоқ, көңілі қалатын болса, адамның көңілі қала берсін. Қазір көңілі қалсын, сен біз үйленіп, одан кейін көңілі қалғаннан бері. Ол біріншіден, Нұржан көп